Саламатсыздарма студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ортогонал проекциялау, перпендикуляр және көлбеу, түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Сабағымыздың мақсаты нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр, көлбеу, көлбеудің проекциясы, нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық ұғымдарын меңгерту, оларды есептеп шығаруда тиімді қолдана білу. Сабағымыздың жоспары: ортогоналды проекция, перпендикуляр және көлбеу, үш перпендикуляр туралы теорема. Ортогоналды проекция бұл кеңістіктегі нысанды жазықтықта проекциялау, жазықтығына перпендикуляр проекциялар сәулелер арқылы бейнелеу. Техникада кеңінен қолданылатын топографиялық карталар мен пландарды жасауда ортогоналды проекцияда жүргізіледі. Осының өзінде карта парағының шегіндегі деңгейлік бет жазық ретінде, ал тік сызықтар оған перпендикуляр болып қабылданады. Ортогоналды проекция негізінен екі қасиетімен сипатталады. Бірінші, картадағы, пландағы немесе қашықтықтар, жергілікті жердегі тиісті қашықтықтардың горизонтал ізбелерінен пропорционал, және екінші, ұшы картаның кез келген нүктесіндегі бұрыштар жеткілікті жердегі тиісті горизонтал бұрыштармен тең болғанда. Перпендикуляр және көлбеу. Анықтама: нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр деп, осы нүктеден жазықтыққа перпендикуляр жүргізілген түзеудің берілген нүкте мен жазықтық арасындағы кесіндісін айтады. Кесіннің жазықтықтағы ұшы перпендикулярдың табаны деп айтады. Суретте берілгендей, яғни А нүктесінен альфа жазықтығына түсірілген перпендикуляр. Сонда жазықтықтағы нүктені H' дейтін болсақ, онда H' осы кесіннің жазықтықтағы ұшын перпендикулярдың табаны деп атаймыз. Онда H' табан екен. Анықтама 2. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық деп, нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығын айтамыз. Берілген нүкте мен жазықтықтағы нүктені қосатын және осы жазықтыққа перпендикуляр емес кез келген кесінді көлбеу деп аталады. Яғни, мұнда А нүктесінен жазықтыққа түсірілген перпендикулярымызды В' дейтін болсақ, онда А нүктесінен жазықтыққа түсірілген көлбеуімізді В' деп белгілейтін болсақ, онда В көлбеудің табаны болып табылады. H' перпендикулярдың табаны. Сонда AH' тең альфа жазықтығына перпендикуляр, а В' тең В көлбеу. H' В' тең В'-қа көлбеу мен перпендикулярдың табандарын қосатын кесіні көлбеудің ортогонал проекциясы деп атаймыз. Үш перпендикуляр туралы теорема. Жазықтықта көлбеудің табаны арқылы оның проекциясына перпендикуляр өтетін түзеу сол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Теорема. Кері теорема енді. Егер жазықтықтағы түзеу көлбеуге перпендикуляр болса, онда бұл көлбеудің проекциясына да перпендикуляр болады. Анықтама: көлбеу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш дегеніміз, көлбеу мен оның осы жазықтыққа түсірілген проекциясы арасындағы бұрыш болып табылады. АВ көлбеу, суретіміздегі H' көлбеудің проекциясы, P көлбеу мен жазықтық арасындағы бұрыш. Теорема: көлбеу мен жазықтық арасындағы бұрыш осы көлбеу мен берілген жазықтықта жатқан кез келген түзеу арасындағы бұрыштан аспайды. Дәлелдеу үшін айталық: АВ бұл P жазықтығына жүргізілген көлбеу болсын дейік. Сонда H' оның ортогонал проекциясы. Ал С
С, яғни В нүктесі арқылы өтетін пи жазықтығына тиісті түзу. Яғни АВ H' бұрыштарының АВС бұрыштарынан кем екендігін көрсету керек. Ол үшін біз былай істейік. С түзеуі бойынша H'-ға тең ВС кесіндісін алайық. Демек, АВH' және АВС үшбұрыштарында АБ қабырғасы ортақ болады. Олай болса, H'-В тең ВС-ға және AH', яғни ол кіші АС-дан. Сәйкесінше, АВH' кіші болады АВС-дан.